Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге творогтан ПП вафли жасаймыз. Ыдысқа 100 грамм творог пен 1 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйық массамызға 40 грамм цельнозерновая ұнды електен өткізіп саламыз. Ұннан артылып қалған осындай ірі түйіршіктерді салмасаңыздар да болады. Және де 40 грамм күріш ұнында електен өткізіп саламыз. Жарты шай қасық ас содасын ұнмен бірге електен өткізсеңіздер, жақсы араласады. Вафлиге тәтті дәм беру үшін мен қант алмастырғыш қолдандым. Қант алмастырғыш болмаса, бал қолдансаңыздар да болады. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің қамырымыз да дайын. Ал енді мультипекарды қосып, аздап сары маймен майлаймыз. Мультипекар қызыған соң, дайындап қойған қамырдан 1 немесе 1,5 ас қасық салып пісіреміз. Әр вафлидің пісу ұзақтығы шамамен 7-10 минут. Осылай барлық вафлиді пісіріп аламыз. ПП вафли бананнан жасалған балмұздақпен өте дәмді болып елеседі. Вафлиді осылай мұздатылған жеміс-жидектермен немесе түрлі дәндермен және де бал, шоколадпен безендірсеңіздер болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.